Үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжанов бүгінді ел назарын өзіне аударды. Жиыннан кейін журналистердің демалысты қалай өткізесіз деген сұрағына қанша жыл күн түн демей үздіксіз жұмыс істеп келе жатқанын айтып қалды. Менің өзім 5 жыл бойы демалыста болмадым. Қалыпты жұмыс істеп жатырмыз, көріп тұрсыздар ғой. Шенеуніктің пікірі әлеуметтік желіде бірден талқыға түсті. Жұрт үкіметтің жұмысы тиімді болу үшін бәлкім бұл кісілер кішкене демалып келу керек шығар деп сөзбен шымшыды. Демалысқа кетсе, қызметімнен айырылып қаламын деп қорқатын шығар. Күресу үшін күрес оңай емес. Шаң тозаң болып істейтін жұмыс емес қой, демалсызда рахаттанып жүре беруге болады. Бұл кісілер шынайы кірісіп, қатты жұмыс десе, бір айдан кейін демалыс сұрайтын шығар. Үкімет осылайша нон-стоп режимінде жұмыс істейміз дейді. Ал мәжілістің 107, сенаттың 49 депутаты 2 күннен бері бір жиналады да қыркүйекке дейін демалысқа кетеді.